Сәлем қыздар, бүгін сіздермен шоколадты печенье с трещинами жасайтын боламыз. Електен өткізілген ұнға шым-шым тұз, қант ұнтағын, разрыхлитель, какаоны салып араластырып аламыз. Яғни құрғақ ингредиенттердің барлығын салып араластырамыз. Сүтке жұмыртқаны салып блендермен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Бірден блендермен араластыруға ыңғайлы ыдысқа құйып алғандарыңыз дұрыс. Онан соң біздің құрғақ ингредиенттерімізге бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жаңағы сүтімізбен жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, қолға жабысатын қамыр болып шығады. Артық ұн қоспаймыз. Қыздар, егер артық ұн қосатын болсақ, печеньеміз көтерілмей, қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан артық ұн қолданбағанымыз жөн. Енді осы тестамызды салафанға салып, шамамен жарты сағатқа, 1 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Менде шамамен 1 сағаттай тұрды. Енді осыны видеодағыдай етіп, ұн қолданбай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 16 штук печенье шықты. Видеодағыдай етіп, дөңгелектеп аламыз біздің қамырларымызды. Начинкасын дайындаймыз. Біздің творожный сырымызға қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны қосып, блендермен немесе миксермен осылай араластырып аламыз. Шай қасықтарының көмегімен осылай начинкамызды дөңгелектеп аламыз. Онан соң морозильникке жарты сағатқа жібереміз. Қамырымызды осылай қолымыздың көмегі арқылы 1-2 рет басып, ортасына начинкамызды саламыз. Ешқандай ұн, оқтау қолданып қажет емес. Қыздар, өзі қамыр жұп-жұмсақ болғандықтан жаюды қажет етпейді. Осылай түйреп, дөңгелектеп, онан соң біздің қант ұнтағымызға, яғни сахарный пудрамызға аунатып аламыз. Дәл осылай бүкіл печеньеларымызды қолымыз арқылы жайып, осылай начинкаларын салып, дөңгелектеп аламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, печеньеларымызды жайғастырып, шамамен 170-180 градуста 15 минутта пісіп шығады. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан міндетті түрде печеньеларымыз толық піскенше қарап тұрыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.